ауылда қазір ешкім жоқ. Солай, Себебі бір тірлік жасайын десең әйтеуір мүмкіндік керек қой. Бізге үкіметтің тарапынан бәленбай миллиард субсидия бермей қойсыншы, айналайын, рахмет. Осы бір субсидияға жолап көрген адам емеспін мен өзім. Өзіміздің тірлігімізді, өзіміздің қотырымызды өзіміз қасып аламыз. Бізге жаздың күні су берсін, бізге жайылым жер берсін, болды. Мына осы күнге дейін Алматы облысының жерін бәрін алды ғой. Үрім бұтағы мысалға мүйіз шыққан жоқ қой. Иті де құсы да алды ғой. Храпунов мысалға талай жердің бәрін сатып былай айтқан кезде бір мемлекетіне тігіліп кетті ғой. Рас қой мысалға. Сондықтан қарапайым қазақтың жігіттеріне мүмкіндік беру керек. Біз ауыл шаруашылығының расында керемет елдің біріміз. Қазір адамдар мына жаққа барсаң пиязын сатамайды, мына жағына барсаң капустасын сатамайды, дарбызын сатамай отқан адамдар